Бердібек Сапарбаев жылап жіберді. Жамбыл облысының бұрынғы әкімі сезімге ерік берді. Ақпарат Экспресс-ка сайтында шықты. Бердібек мырза Жамбыл облысы әкімі қызметінен босатылды. Президент Тоқаевтың бұйрығымен 2 жыл Жамбыл облысын басқарған әкіммен әуежайға қоштасу үшін біраз адам жиналды. Арасында мемлекеттік қызметкерлер, депутаттар, ардагерлер мен қоғам белсенділері бар. Көңілі босап кеткен Бердібек Сапарбаев ұшаққа отырып Нұр-Сұлтан қаласына жол тартты. Он улетел, но он обещал вернуться. Енді экс-әкім немен айналысады деген заңды сұрақ бар. Бердібек мырза экономика ғылымдарының докторы. 05 ставкіде университетте сабақ бергісі келетінін айтты. Бердібек Сапарбаев жалпы қазақстандық саясаттағы өте тәжірибелі мамандардың бірі ғой. 95 жылдан бері 5 облысты басқарып үлгеріпті. Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе және соңғы Жамбыл облысы. Бұл жағынан ол рекордсмен десе де болады.